Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеом ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіз үшін ең маңыздысы не? Адам өмірде жайдан жай ештеңе істемейді. Әр әрекетінің себебі мен салдары болады. Біз тек оның тереңіне үңіле бермейміз. Әр күні шығарған шешіміміз, таңдаған таңдауымыз әлемді қабылдауымызға тікелей байланысты. Мына суретте берілген 4 әрекеттің қайсысын бірінші жасайтыныңызды ойланып көріңіз. Бұл таңдауыңыз да сіз туралы біраз нәрсе айтады. Бірінші әрекет шайнектің астын өшіру, екінші әрекет телефон тұтқасын көтеру, үшінші әрекет жылаған баланы көтеру, төртінші әрекет иттің сазайын беру. Қайсысын бірінші жасар едіңіз? Егер бірден шайнек тұрған пешті өшіруге жүгінсеңіз, абыржулы күйде жүргеніңізді білдіреді. Сіз барлық әрекеттің екі қайтара тексеріп жүретіндердің қатарынансыз. Сізге аса мұқият пен пысық болу қасиеті тән. Жан-жағыңызды барлай білесіз, сондықтан түрлі жағдайдан тез жол табасыз. Бір жерге кешігіп бара жатсаңыз, мазаңыз қашып, тынышыңыз кетеді. Ал телефон тұтқасын алуға асықсаңыз, сабырлы адам екеніңізді білдіреді. Қарбалас тірліктен қашық жүруге тырысасыз. Өмір өз ағысымен жүруін және жиі-жиі демалып тұруды тілейсіз. Үй тірлігі жасалмай жатса да 10 минут болсын төсекте жата тұруды жақсы көресіз. Жүрегіңізге жақын жанмен ашық жарқын араласа бересіз. Алайда анау-мынау адамды жаныңызға жуыта қоймайсыз. Көп адамның ортасы сізге аса ұнамайды. Бірден балаға ұмтылсаңыз, сіздің жауапкершілігіңіз зор. Өмірді ойын секілді қабылдайсыз. Өзгелерден ерекшелігіңіз тез әрі дұрыс шешім қабылдай білесіз. Оның үстіне барлығына өз күшіңізбен жетесіз. Жақындарыңыз сіздің жаныңызда өзін өте жайлы сезінеді. Сізді танитындардың бәрі қиындықта тастап кетпейтінін біледі. Ең алдымен иттің сазайын беру деп шешсеңіз, онда сіз қызба адамсыз. Жүйкеңіз тым жұқа. Айналаңыз үнемі сізді ашуландырғысы кеп тұратындай сезінесіз. Тәртіпке дағдыланғансыз, барлығы ретімен тұрғанын тілейсіз. Тыныштықты сүйесіз және оны қадірлейсіз. Бір жақсы, сіздің мінезіңізді жақындарыңыз жақсы біледі. Басқаларда бақытты болуы үшін сіз тыныш болсын дейді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздер қандай әрекетті таңдар едіңіз? Сіздерге не маңызды, соны пікірге қалдыра кетсеңіздер.